Сәлем достар, сендермен бірге мен Аяжан, және де мен өз YouTube каналыма жаңа тематика қосуды шештім. Және де ол видео сабақтарға арналатын болады. Мен көбінесе аудиожазбалар, аудио кітаптар, көбінесе әдеби тақырыптар салатынмын. Ендігі таңда мен видео сабақтарды да қосатын боламын. Және де ол видео сабақтар ағылшын тіліне арналады. Және де бүгінгі бірінші сабағымызды бастаймыз. Және де бірінші сабағымыз артикльдер деген тақырыпқа арналады. Жалпы олар қай кезде қолданылады, қашан қолданылады деген сұрақтарға жауап бере кетейік. Жалпы артикльдер көбінесе зат есімнің алдында тұратын белгі болып есептеледі. Және де олар екіге бөлінеді. Белгілік артикльдері және белгісіздік артиклі болып. Белгілік артикльдері Z деп жазылады, яғни бұл белгілік артиклі. Ал «n» деген артикль бар, ол белгісіздік артиклі болып есептеледі. Жалпы осыларды қай кезде қолданамыз деген сұрақ. Жалпы «n» деген бір деген ұғымды білдіреді ағылшын тілінде. Яғни, егер заттың бір екенін біліп тұрсақ, біз «n» артиклін қолданамыз. Ал егер зат бірнеше немесе ағылшын тілінде жалпы «z» деген сөз «this» деген ұғымды білдіреді. Яғни бұл. Яғни бұл Z артиклі зат бір болса да, бірнеше болса да қойыла береді. Енді «n» артиклін, яғни екеуі де бір деген ұғымды білдіреді, бірақ «n» қай кезде қолданамыз және «n»ді қай кезде қолданамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы артиклін біз егер, мысалы pen деген сөзді алсақ, бастапқы әріпі дауыссыз дыбыстан басталатын болса, онда біз артиклін қолданамыз. Ал егер бастапқы бір зат есімнің бастапқы әріпі дауысты дыбыстан басталатын болса, мысалы үшін apple сөзін алайық. N артиклін қолданамыз. Яғни, бастапқы дыбысы дауысты болатын болса N, ал дауыссыз болатын болса артиклін қолданамыз. Сөйтіп, «n» артиклін ажырататын боламыз бір-бірінен. Келесі. Енді Z артикліне көшейік. Z артиклі егер бір зат жалғыз болатын болса, яғни әлемде жалғыз зат айтатын болсақ, Z артиклін қолданамыз. Мысалы, the sun, яғни күн. The sun. The moon. Тоже бір айда бір, күнде бір, яғни жалғыз қайталанбайтын планеталардың бірі. Және the earth, яғни жер. Жер планетасы да жалғыз, сондықтан Z артиклін қолданамыз. Әлемде қайталанбас дүниелерді Z артиклін қолданамыз егер қайталанбайтын дүние болатын болса. Ал енді екінші қолданатын жеріміз, егер бір зат белгілі болатын болса, мысалы, біз оның ана затты алып берші дейміз да, біз оның қай зат екенін біліп тұрмыз. Сондықтан бұл жерде Z артиклін қолдануға болады, егер өзіміздің қай затты алғымыз келіп тұрғанын біліп тұрсақ. Яғни, белгілік артиклі деп атайтындығымыз да сондықтан. Сондықтан Z артиклін қолданамыз. Сол кездері егер біз бір заттың қай зат екенін біліп тұрсақ, сол кезде Z артиклі қолданылады. Екіншісі, Z артиклі, мысалы, елдердің атауын атағанда қолданылады. Мысалы, The United Kingdom. The United Kingdom. Немесе The United States. United States. Америка құрама штаты. States. Яғни, осындай United, штаты деген сөз қолданатын болса, United Kingdom, United States, яғни штат, республика деген сияқты сөздер қолданатын болса, біз көбінесе Z артиклін қолданамыз. Және де таулардың аттарын атаған кезде де біз банағы Z артиклін қолданамыз. Бірақ, егер біз нақты айтатын болсақ, осындай тау деп атайтын болсақ, мысалы үшін mountains. Яғни таулар. Мына жерде S жалғау тұрғандықтан Z қолданады.
The mountain. Таулар. Ал егер мысалы үшін Эверест шыңдары десек, тоже the қолданылады. Яғни, егер мысалы бір зат көпше түрде болатын болса, en артикльдер ешқашанда қолданылмайды, өйткені en артикльдер заттың бір екенін білдіреді. Ал егер зат көпше түрде болатын болса, мысалы pen деген сөзді алсақ, мысалы, қазір кетіріп тастайын бәрін. Яғни, pen деген сөзге s жалғасақ, яғни pen ол қалам, ал penға s жалғасақ, қаламдар деген ұғымды білдіреді. Сондықтан бұл жерге артиклі мүлдем қойылмайды. Яғни, көпше түрде тұру өйткені. S деген жалпы, мысалы үшін біздің көптік жалғау бар ғой, лар, лер, дар, дер, тар, тер деген. Вот сол ағылшындарда S пен жазылады. Яғни көптік жалғау. Осы арқылы біз заттың көп екенін білеміз. Сондықтан да бұл жағдайда, яғни заттың көп екенін білдірген кезде en артиклін мүлде қолданбаймыз. Және де бір сөйлемді алайық, банағы. Мысалы үшін бір сөйлемде, мысалы үшін I use it, мысалы үшін I use it a pen. I used a pen. Мен ручканы қолдандым. I used a pen. The pen is beautiful. Мысалы, біз бір сөйлемде мен ручканы қолдандым деп тұрық. Яғни, қайталанып жазылмайды мына жерде. Яғни, біз уже бір ручканы қолдандым деп айттық. Және де ол ручканың қай ручка екенін біліп тұрғандықтан, біз мына жерге the-ні қоямыз. Яғни, the белгілік артиклі. Біз уже біліп тұрмыз ол ручканың қай ручка екенін. Яғни, бірінші сөйлемде айтып кеттік ол ручка туралы. Сондықтан белгілі болғандықтан, біз мына жерге the артиклін қолданамыз. Или мысал үшін my friend is French, да? Француз. Менің досым француз. Мысал үшін мой друг, так, мой friend is Frenchman. Is a friend. Мысалы, менің досым француз бухгалтер. Яғни, мамандығын айтып тұр, француз бухгалтер. Яғни, мына жерде біз артиклін қойдық, яғни француз. Француз, мамандық атауларының алдына да жалпы en артиклі қолданылады. Және де мына жерде en артиклдері ешқашанда қайталанбайды. Яғни, бір сөйлемде айтылды ма, келесі сөйлемде the кетіп қалады. Мысалы, Frenchmanның алдында басында қойылдық қой, енді келесі сөйлемде the. Яғни, біз кім туралы айтып отқанымызды уже білеміз. Басында Frenchman, енді келесі сөйлемде уже білеміз кімді айтып отқанымызды, сондықтан the артиклі қолданылады. Сосын N is an accountant, яғни бухгалтер. Бухгалтердің алдына да артиклі қойылады. Жақсы, енді бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабақта тағы да басқа темаларды өтетін боламыз. Кездескенше.